Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет ыстық тағам жасайтын боламыз. Бұл ыстық тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырда жұмсақ, өте дәмді, дастарханға сәнін келтіріп тұратын және де отбасыңызды қуантуға керемет тағамдардың бірі. Мен бірге жасап көрейік. Алдымен біз осы ұнымызды ыдысымызға салып алып, міндетті түрде ыстық суымызды құйып, және де жұмыртқамызбен тұзымызды салып, барлығын жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Бұл қамыр өте жұмсақ, илегіш болып келетін, қолға жабыспайтын керемет қамыр шығады бізде мынандай. Енді осы қамырымызды салафанымызға салып, салмамыз дайын болғанша тындырып қоятын боламыз. Салмасына мен сиыр етін фаршымен пияз және де картоп қостым. Сіз қалауыңызша асқабақ қоссаңыз да болады. Мұнда менде болгар бұрышы және де тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады қалауыңызша. Осылай барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мына біздің салмамыз дайын болды. Ендігі мына қамырымызды, илеп алған қамырымызды жақсылап бір илеп алып, мына осындай өте әдемі керемет қамырымыз дайын болды. Ендігі осы қамырымызды теңдей екіге бөліп алатын боламыз. Қамыр өте керемет, қолға жабыспайды, илегіш болатын керемет қамыр дайын болды бізде. Осы қамырымызды ендігі біз жайып алатын боламыз, жұқалап. Осы рецепттің толық нұсқасын осы видеоның астында описаниедан таба аласыздар, сол жерден көрсеңіздер болады. Мына қамырды жақсы етіп жайып алдық. Ендігі осындай арнайы формочка болсын, стаканның болсын, осылай немізді ойып алатын боламыз, дөңгелектеп. Мына барлығын дайындап алдық. Ендігі осылай барлығына салмамызды бір ас қасықтай салып шығатын боламыз. Жасауы да өте аса қиын емес. Тез жасалады және де әдемі, дастарханыңызда керемет болып тұрады және де өте дәмді. Мен барлығын осылай салып шықтым. Ендігі сізге осылай жанынан түйеуін көрсетейін. Осылай екі шетін қысыңқырап, әдемілеп бізге осындай қайық тәріздес өте әдемі форма шығады. Мынандай от. Жағдырап көрсетейін, екі шетін осылай қысамыз. Мына осылай әдемі болып, қайық тәріздес керемет болып шығады. Барлығын осылай жасап алдық. Ендігі мантаваркамызға май жағып, осылай арасына ашып, осы нелерімізді салып аламыз. Ендігі салып алғаннан кейін қайнап тұрған суымызға үстіне қойып 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Бұл піскенше бізге подлива дайындап алатын боламыз. Подливасына мен мында қызанақ, болгар бұрышы және пиязды қуырып алдым. Қалауыңызша томат қоссаңыз да болады. Приправамызды барлығын қосып, осылай қуырып аламыз. Мына біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Ендігі осылай подливамызды үстінен осылай барлығын салып шығамыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Және де осы видеоның астында поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеолармен бөлісетін боламын. Көптеген пайдалы тағамдан рецепттермен бөлісемін. Баршаңызға да көп рахмет. Ас болсын. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше.